сәлем достар, келе жатқан жаңа жыл қоян жылы құт-береке ала келсін. Жаңа жылдық дастархандарыңызға осы салат істеп қойсаңыздар болады. Оған бізге керекті заттарымыз колбаса, сыр, 2 жұмыртқа, огурцы, майонез және чернослив, қара өрік. Колбасамызды алып, әдемілеп, ұсақтап, 4 бұрышты етіп тураймыз. Туралған колбасамызды осындай ыдысқа салып, әдемілеп қоянның формасына келтіреміз. Қоянның формасына келтіргеннен кейін үстінен майонезімізді осылай әдемілеп сызып саламыз. Содан кейін үстінен огурцымызды әдемілеп екі шетін кесіп тастап, осылай кішкентай ұсақтап 4 бұрышты формада тураймыз. Тураған огурцымызды осылай әдемілеп үстінен қоямыз, екінші слой қылып, біркелкі қылып, құлақтарына барлық жеріне қоюды ұмытпаңыздар. Келесі жұмыртқамызды әдемілеп, тоже 4 бұрыштылеп, кішкентай ұсақтап тураймыз. Жұмыртқаны қоймастан алдын огурцидың бетіне майонезімізді жағамыз, содан кейін барып жұмыртқамызды қоямыз. Осылай әдемілеп жұмыртқаны да бір слой қылып қойып шығамыз, құлақтарына барлық жеріне әдемілеп қоясыздар, формасына келтіріп. Жұмыртқамыздың үстінен осылай майонезді жағамыз, содан кейін оның үстінен сырымызды теркадан өткізіп, әдемілеп бетін полный сырмен жауып қойып шығамыз.
Мінекей қоянымыз почти дайын болып қалды. Енді бұл қоянымызға көз, мұрын, ауыз салатын боламыз. Көзді черносливпен салдым мен, осылай екі көз қылып. Содан кейін мұрынын, аузын, құлағын формасын кесіп, колбасадан әдемілеп қойдым. Бұл жерде енді фантазияларыңызды қосасыздар. Мұрнын домалақ қылып кессеңіздер де болады, үш бұрыш қойсаңыздар да болады. Мен төрт бұрышты қылып кесіп қойдым. Мінекей қоянымыз дайын. Енді кішкене әсемдеу үшін астыңғы жақтарына укропымызды қойып шықтым. Мінекей салатымыз дайын. Мерекелік дастарханға осылай әдемілеп қойсаңыздар болады. Келер жыл береке ала келсін.